Сериал туралы сюжет, сцена 1, кадр 3, дубль 1. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Майтөбе ауылындамыз. Біз мұнда кезекті еңбек демалысымызды қызықты өткізіп, қымыз ішу үшін, ет жеу үшін жүрген жоқпыз. Бізде қызу жұмыс. Дәл осы ауылда Асыл арна телеарнасының жаңа маусымға дайындығы жүріп жатыр. Бірнеше сериядан тұратын сериалдың түсірілімін бастап кеттік. Сериалдың режиссері кім? Сериал неге Түлкібас ауданында түсірілуде? Басты рөлдерді кім ойнайды? Оны түсірілім алаңына барғанда айтамыз. Кеттік. Не үй емес, не қора емес, не дүние мүлкі жоқ. Дүние мүлкі сықиған үй тоғы болшы, басым ауырып кетті. Тауып алам. Сен маған сонда кет деп тұрсың ба? Кадр 3, дубль 1. Міне құрметті көрермендер, біз дәл қазір түсірілім алаңдамыз. Түсірілім үй ауласында өтіп жатыр. Дәл қазір бұл жерде үйдегі кикілжің сахнасы қойылуда. Таныс болыңыздар. Сериалдың режиссері Жандос Құсайынов. Бас оператор Еркін Сәтен. Екінші режиссер Санат Шакиева. Режиссер ассистенті Гүлсанат Әмірғали. Жарық қоюшы Ардақ Сағынбай. Дыбыс режиссері Жандос Бабахан. Грим жасаушы Бақытгүл Қасымхан. Бас продюсер Алтынбек Бектас. Монтаж жасаушы Руслан Құлбаев. 2/25, кадр 1, дубль 10, тейп 0010, камера А, Б, С. Ай, мына үйдің шөбі де тұрмайтын болды ғой. Алса қайтайын дебің. Кредиттің уақыты кеп қалды. Жоқ ақша. Мен саған кредит ал деген жоқпын. Кадр 3, дубль 1. Құрметті көрермендер, дәл қазір менің қасымда сериалдың екінші режиссері Санат Шакиева тұр. Санаттан кішігірім түсірілім туралы сұрайық. Санат, түсірілім қалай өтіп жатыр? Түсірілім жақсы, үлгеріміміз жақсы, актерлар таңдауымыз да жақсы болып жатыр. Барлығы өз рөлдеріне сай. Түсірілімнің Шымкентте өтіп жатқанының қандай ерекшелігі бар? Күн жаңбыр жоқ, бұлтты емес, осындай жағдайларға байланысты. Жылы ауа райы және әртістер жақын арада болғандықтан тез келу, кету оңайшылыққа түсіп тұр. Монтажды сол сәтте апарып өткізіп отырмыз, оны монтажер монтаждап, кешкісін режиссер тексеріп, минустары болса, соны міндетті түрде өзгертуге тырысып жатырмыз. Техникалық мүмкіндіктеріңіз қандай? Түсірілім 4К-да түсіріп жатыр, дыбысты чистовой дейді, таза түрде жазып жатырмыз, петличкамен және бумен, таза түрде. Интершум дейді ғой, ауылдың таза шумдарын, жануарлардың. Сол қалпында халыққа көрсетесіздер ғой? Көрсетеміз. Қанша камерамен түсірілді? 3 камерада. Жақсы, ендеше сәттілік, уақытыңызды алмай, сіздерді түсірілім қызу жүріп жатыр. Жақсы. Сериал туралы сюжет, сцена 1, кадр 3, дубль 1. Сейчас на данный момент выходит на телевидениях очень много разных сериалов разного жанра. Это могут быть комедийные, драма, повествовательные. Мы решили снять наш сериал о жизни в ауле. Определенная часть молодежи уезжает из аулов в целях заработка в города. Считаю, что в ауле нет возможности заработка, нет возможности продвижения, карьеры, карьерного роста. Поэтому мы решили, что давайте снимем сериал и покажем, что в ауле есть жизнь, есть работа, есть все условия для создания комфортной жизни. Осы үйде әйтеуір ұрыс-керіс таусылмайды. Қайда қашып, қайда кетіп жаным тыншиды екен өзі. Кадр 3, дубль 1. Құрметті көрермендер, дәл қазір менің қасымда режиссердің көмекшісі Нұралы бауырымыз тұр. Нұралы, түсірілім қалай өтіп жатыр, қандай қызықтар болып жатыр? Қазір мына 5-ші күн уже өзіміз ойлағандай күніне 7 сахна түсіреміз. Жоспарлаған жоспармен әдемі түсіріп келе жатыр, ешқандай қиынсыз. Бәрі жақсы. Ал енді қызықты нәрселер болатын болса, неше түрлі қызық болады енді ол. Қазір мысалы тұрады да, мысалы режиссер шақыра салуы мүмкін да. Мен бағана біз түсіріп аттық түсірілімде. Аяқ астынан пісте керек деп қалды да. Мысалға да, неше түрлі нәрсе керек болып қалуы мүмкін. Сол кезде мысалы жоқ нәрсені тауып, ұршық деді мысалға. Қазір енді сөздің ішінде келген ауылда ұршық деген нәрсе қалмаған да. Бірақ енді бір көрші үйден бір ұршық тауып алып келдік. Түсірілім кезде сіздер таза дыбыспен жазып жатырсыздар ғой. Түсірілім кезде ешқандай шум болмау керек былайша айтқан кезде. Балалар енді мына жерде мал өтеді, мына жақта мындан тақылдақ жарылып жатыр, көлік өтеді, соның бәрін қалай қарастырылып жатыр? Режиссеріміздің ең бірінші мақсаты бұл таза
дыбыс жазу болды. Өйткені өзінің осы қанша мысалы қысқа метраж түсіп жатыр, толық метражды фильм түсіріп жатыр. Өзіне жеке ұнайтыны таза дауыс. Нұралы сіз шақырып жатқан сияқты. Жақсы. Нұралы, міне жаңа сені сұхбат алып болғанымыз сол еді, қайтадан түсірілім тоқтады. Себебі көрші ауылдың бақшасы өртеніп кетті. Мұндай қызықтар жиі болып тұра ма? Енді бұл бір өрт бірінші рет болып жатыр енді бізде, бірақ құдай қаласа өшті, съемканы бастаймыз. Düşürші. Неге ұрасың папамды? Жібер. Жібер деймін. Неге ұрасың? Кет шарай. Жобаның тағы бір мақсаты облыстық актерларды республикалық деңгейге көтеру. Сол үшін де түсірілім Түлкібас ауданында өтіп жатыр. Сериалдың 90%-на Шымкенттің актерлары қатысуда. Дәл қазір менің қасымда Жұмат Шайын атындағы театрдың актрисасы Хазиза апай тұр. Хазиза апай, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Түсірілім қалай өтіп жатыр? Өте жақсы. Сахнада ойнағанмен киноактер площадкада ойнаған екеуі екі түрлі. Біз енді сахнада ойнасақ, көрерменге сөзіміз жетсін, артикуляциямен сөйлейміз, сосын жан дауыспен сөйлейміз кейде. Ал сериалда мүлде бөлек дейсіз? Сериалдарда мүлде бөлек. Бұл жерде меніңше, мен сахнада 100% ойнасам, бұл жерде бір 25%-дай білмеймін, қалай шығады. Жақсы. Рахмет, сәттілік ендеше көрерменнің көзайымына айналады деп сенеміз. Жақсы. Байқа дүшеке, карты тебе не игрушки. Бұдылсаң машинаны бүгін алып кетемін, я тебя за язык вытяну. Иә, мен де сөзіме жауап берем. Мен де кезінде ойнағам, мен де жігіт болғам. Ойнайсың ба? Дубль 1. Сериалдың бірінші маусымының 5 сериясы 20-25 күннің ішінде түсіріліп бітеді деп жоспарлануда. Екінші маусымы қазан-қараша айларында түсіріледі. Ел болам десең экраны түзе деген жаңа мәтел бар. Экран түзелсе ел түзеледі. Елге пайдалы дүниелер көп болғай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.